Болат өндірісі жоғары температура мен жоғары өрт қаупіне байланысты күрделі және қауіпті өнім болып табылады. Сондықтан көптеген жылдар бойы Қарағанды облысының өрт сөндіруші акционерлік қоғамының филиалының өрт сөндіру және құтқару бөлімшелерінің қызметкерлері металлургиялық комбинатының аумағында қауіпсіздікті қамтамасыз етуде. Состав первого отряда. Бірінші өрт сөндіруші командасында нөмірі 11 және 14 мамандандырылған өрт сөндіру бригадалары жұмыс жасайды. Олар АрселорМиттал Теміртау металлургиялық комбинатының аумағында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Біздің басты міндетіміз өрт орын алған жағдайда дереу хабар беріп, оны ауыздықтау. Бүгінгі таңда 2 мамандандырылған өрт сөндіру бригадаларында 190-ға жуық маман қызмет етеді. Справляемся своими силами. Әзірге комбинат аумағында орын алған төтенше жағдайларда өз қолымызбен ауыздықтауға күшіміз жетуде. Кей кездері шамамыз келмеген уақытта басқа өрт сөндіру бригадаларын көмекке шақырамыз. Құтқарушылар күш алған апаттың қыр-сырын зерттеу арқылы бір-біріне көмектесіп, істі ақылмен шешіп, салмақты ерлікпен, қарсылықсыз бұйрықтарды орындап, толық бір ауыздан келісіп, табиғаттың мінезіне қарсы тұрады. Күн-түн демей, тәуліктің кез келген уақытында өте жоғары дайындықта болып, өз қызметтеріне адал қызмет етеді. Өрт сөндіру бригадасының қызметкерлері айтқандай, арнайы апаттық құтқару құралдарынсыз көмек көрсету көп жағдайда мүмкін емес. Это режимы. Бұл бізге ажырату үшін қажет. Көп жағдайларда адамдар көлікте қыстырылып қалып жатады. Сол уақытта осы құрал арқылы біз оларды шығарып аламыз. Жалпы осы жерде тұрған барлық құрал-жабдықтар адамдарды құтқару үшін қажетті. 1995 жылғы 19 қазанда төтенше жағдайлар қызметі құрылған болатын. Ол Қазақстан Республикасы президентінің өкімімен 19 қазан құтқарушылар күні деп ресми түрде жарияланды. Содан бері жыл сайын бұл күн біздің төл мерекеміз ретінде аталып өтуде. Бұл құтқарушылар үшін өте маңызды кәсіби мереке. Уважаемые коллеги, Құрметті әріптестер, сіздерді алда келе жатқан құтқарушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Жұмыста қашанда тек сәттілік серік болсын. Өздерінің кәсіби мерекесінде де өрт сөндірушілер кез келген сәтке, апатқа сақадай сай тұрады. Бұл мамандық иелерінде демалыс мереке деген болмайды. Олар үшін ең басты марапат халық алғысы.